Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте оңай дайындалатын және қол жетімді ингредиенттерден өте керемет асты дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге көкөністер қажет болады. Мен картоп пен пияз ғана қолдандым. Жуып, тазалап болған соң біздің пияз бен картопты видеодағыдай етіп турап шығамыз. Және де мен тауық етін қолдандым, оны да турап шығамыз. Содан соң қазанымызға сұйық майды құйып, оны жақсылап қыздырамыз. Қызған майымыздың үстіне пиязымызды салып, алтын түстес болғанша жақсылап қуырамыз. Одан соң оның үстіне етімізді салып, 15 минут қуырып болған соң, үстіне картопты саламыз. Картопты салған соңда 10 минуттай қуырып алып, үстіне тұз, бұрыш, специяны саласыз да су құямыз. Біздің суымыз қайнағаннан кейін кеспе саламыз. Мен бұл жерде дүкеннің кеспесін қолданып жатырмын. Одан кейін толықтай араластырып, оның піскенше бетін крышкамен жауып қоямыз. Сонымен біздің осындай өте оңай дайындалатын тағамымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіз, ас болсын.